картаңыздың деректерін атап жіберіңізші. Бірақ өздеріңіз білесіздер ғой, мені қанша рет алдады. Телефоныңызда сізге таныс банктың нөмірі көрінгенмен, ол сөзсіз сенім білдіру керек деген сөз емес. Экономикалық білімі болуы мүмкін, егер қаржы саласында жасап жатқан алаяқтар болатын болса. Есіңізде болсын, қауіпсіз болу үшін сіз өзіңізді қорғай білуіңіз керек. Жақында тағы бір келеңсіз жағдай болды. Банк карточкасын жоғалтып алдым. Енді не болады екен? Бір жақсы адамның қолына түссе, мүмкін қайтарып бере алмады. Ал егер де алаяқтың қолына түссе ше? Бір жағынан пин кодын білмейді ғой. Не істей алады екен? Мүмкін басқа жолдары да бар шығар. Соның анық-қанығын білу керек. Менің атым Бекзат. Бұл бағдарлама менің қаржылық сауаттылықты үйренуім туралы. Мен көптеген жаңа білім алғым келеді, және менде бәрі ойдағыдай болатынына сенемін. Біріншіден, алаяқтар енді алдау тәсілі өте көп. Біріншісі банк карточкасы жайлы сөйлессек. Банк карточкадан қалай ол менің ақшамды, менің банк карточкамнан алдап ала алады? Ең бастысы, енді сіздің карточкаңыздан ақша алу тәсілі карточкаңыздың жеке деректерін беріп қойсаңыз, мысалы. Оның 16 сандық номері, артындағы CVV код дейді, тексеріс коды. Сосын оның қолдану мерзімі. Осы 3 данныйды айтып қойсаңыз, деректерді айтып қойсаңыз, ондай жағдайда сіздің карточкаңызбен интернетте мысалға төлем жасауға болатын болады. Және де егер де сіз өзіңіздің мысалға интернет банкингіңіздің кодын беріп қойсаңыз. Яғни сізге мысалға звондап тұрған бейтаныс адам сізден бір код сұраса, жаңағы интернет банкингіңізден сіз оны білмей беріп қоятын болсаңыз, ол сіздің шоттарыңызды көреді, одан ары қарай ақшаны бір жаққа аударып жіберуі мүмкін, немесе бірдеңке төлеуі мүмкін. Егер сіздің банк картаңыз алаяқтардың қолына түсіп кетсе, немесе карта дұрыс емес қолға түсуі мүмкін деп алаңдасаңыз, онда қарапайым ережелерді сақтаңыз. Картаңызды дереу бұғаттап, банктық қосымшамадағы, электрондық поштадағы, әлеуметтік желілердегі, жеке кабинеттегі парольдерді ауыстыру қажет. Егер алаяқтар сіздің шотыңыздан ақша алып үлгерсе, міндетті түрде өз банкыңызге, сондай-ақ құқық қорғау органдарына жүгіну қажет. Банк картаны бұғаттайды және оны қайта шығаруға тура келеді. Сондай-ақ алаяқтар сіздің атыңызға жалған қарыз ресімдемегеніне көз жеткізу үшін кредиттік есепті міндетті түрде сұраңыз. Алаяқтар сіздің банктік карталарыңыз бен шоттарыңыздан ақша алу үшін әдетте қандай схемаларды пайдаланады? Егер маған менің телефоныма бейтаныс номер, бірақ банктың номерімен, мысалы, қоңырау шалып, мен банктың қызметкермін, маған деректеріңізді дереу айтыңыз, сіздің картаңыз қауіпсіз деп, қауіп жағдайында тұр десе, мен оған беруім керек пе банк қызметкеріне? Жоқ, ешқашанда. Себебі банктың қызметкерлері клиенттерге звондап ондай деректерді сұрамайды. Бүкіл банкке қажет ақпарат біздің банктың жүйелерінде болады. Яғни, егер сізге бейтаныс адам звондап, сіздің жеке деректеріңізді сұрап тұратын болса, ондай жағдайда ол банктың қызметкері емес. Бұндай жағдайда қоңырауды тоқтату керек, содан кейін банктың колл-центріне звондау керек. Қаржы алаяқтары қолданатын танымал схемалар көп. Бірінші тәсіл – кредиттерді немесе өзге де міндеттемелерді өтеу. Алаяқтар қарыз алушыға мәселені шешуді немесе кредит төлеу бойынша міндеттемелерді өзіне алуды ұсынады. Ол үшін қарыз алушы кредит сомасының бір бөлігін төлеу қажет. Нәтижесінде клиенттің қарызы өтелмейді. Бұл өз кезегінде қосымша шығыстарға келеді. Екінші тәсіл – құжаттарды тіркеуге көмек. Алаяқтар сенімді болу үшін сол немесе өзге де мемлекеттік ұйымдардың қызметкерлері сияқты құжаттарды жеделдету, жылжыту, тіркеу бойынша қызмет көрсетуді ұсынады. Бұдан ары алаяқтар ресімдеуге байланысты проблемалардың бар екендігін және оларды шешу үшін көрсетілетін қызметтер үшін қосымша ақы төлеу қажеттігі туралы хабарлайды. Басқа да көптеген схемалар бар. Скиминг, фишинг, шиминг
және алаяқтардың басқа да әдістері сияқты мәселелерді түсіну керек. Біз фишинг пен вишинг деген не және қаржы алаяқтарының желісіне қалай түспеу керек тақырыбында бастаймыз. Скиминг, вишинг, фишинг, скотч әдістері деп айтып жатады. Ол дегеніміз не? Ол жаңағы алаяқтықтың түрлері ғой. Ең біріншісі қазір қатты дамып жатқан ол жаңағы социальный инженерия. Оның ішіне жаңағы фишинг кіреді, содан кейін вишинг кіреді. Вишинг дегеніміз телефон арқылы сізге бейтаныс адам звондап, сіздің сеніміңізге кіріп, сізді алдау арқылы шотыңызға жаңағы доступ алуы немесе жаңағы сіздің дербес деректеріңізді алып, басқа бір төлем жасауы. Яғни ол телефон арқылы жасалынатын тәсіл. Екіншісі жаңағы скотчинг деген ол жаңағы сіздің банкоматқа келген кезде банкоматтың ақша беретін ұяшығы бар ғой, рахмет. Ұяшығы бар ғой, сол ұяшықтан ол бұрында болған зат негізі қазір жоқ, бірақ бұрын болған жаңағы ұяшыққа скотч клейлейтін. Яғни сіз өзіңіздің карточкаңызды салып, пин-кодыңызды тергеннен кейін банкомат ақшасын санайды да, бірақ сізге бермейді. Себебі ол жерде скотч жабысып тұр. Сіз оны білмей, ақшам берілмеді, ұсталынбады деп банкоматтан кетіп қаласыз. Артыңыздан алаяқ келеді да, жаңағы ұяшықты ашып, скотчпен бірге ақшаны алады. Ол жаңағы скотчинг. Фишинг деген мысалға, сіз интернетте бірдеңке қарап отырған кезде, қандай да бір жарнамалар шығады ғой. Бір акцияға қатыс, немесе жүлдені ұтып ал дегендей. Сол сілтемеден өтетін болсаңыз, ішінде жаңағы бұл өтірік жалған сайт болады негізінде. Ол сіздің өзіңізге бір болмайтын жай сұрақтар қояды. Мысалға, сіздің жасыңыз қаншада, қай түсті жақсы көресіз, қандай автокөлік жақсы көресіз мысалға. Сіз сол сұрақтарға жауап бересіз. Содан кейін лотерея сияқты ойынды жүргізесіз. Ойын өткеннен кейін сіз мысалға 1 миллион теңге ұттыңыз, карточкаңыздың данныйларын, жаңағы деректерін жазыңыз деп ақпарат шығады. Сіз оны жазғаннан кейін карточкаңыздан ақша ұсталынады. Яғни ол ақша сізге келмейді, наоборот, жаңағы сіздің шотыңыздан ұсталынады. Әрине, ешқандай 1 миллион теңге де карточкаңыздан түспейді. Әрине. Ал егер карточкаңыздың деректері бір рет біреуге айтып қойсаңыз, білдіріп қойсаңыз, алаяқтарға мысалға, ол сіздің шотыңыздағы ақшаның бәрін шығармай тоқтамайды. Сол себептен әрбір адам өзінің карточкасының деректеріне, өзінің карточкасына жаңағы қауіпсіз жерде сақтау керек біріншіден, танымайтын бейтаныс сайттарда қалдырмау керек. Содан кейін біздің көп адамдарымыз жақсы көреді ғой, жаңағы шоттарының, жаңағы карточкалардың артына пин-код жазған мысалға. Ол да қауіпті да. Жаңағы скиминг деген бар. Сіз банкоматқа келесіз, карточкаңызды қоясыз, ол жерде арнайы құрылғы тұрады, жаңағы карточкаңыздың деректемелерін оқитын. Ол оқып алады, одан кейін сіздің карточкаңыздың жаңағы копиясын жасайды. Копиясы жасалғаннан кейін сіздің шотыңыздан ақша ұрланады қайтанда. Сол себепті міндетті түрде банкоматтан болсын, ақша алған кезде банкоматты дұрыстап тексеріп қарау керек. Банкоматтың құрылысына ұқсамайтын зат тұрса, оны шешпеген абзал. Фишинг кибералаяқтықтың ең танымал түрлерінің бірі. Тіпті сөзбен сөз бұл ілгек аулау сияқты естіледі. Алаяқтар осылай жұмыс істейді. Алдымен адамды мазалайтын мәселелерге көңіл аударады. Ақшаны жоғалтумен қорқытады, немесе өте түйімді ұсыныстар жасайды. Адамның сезімдеріне ойнайды, қызығушылық пен жанашырлықты оятады. Алаяқтар жеке деректерді шот немесе карта деректілермен алады. Нәтижесінде ақшаны банктың шоттан шығарады. Ондай аңшылардың құрбаны болмас үшін қандай қателіктер жібермеу керектігін түсіну керек. Хатты ашқан кезде оның қалай жазылғанына және жасалғанына назар аударыңыз. Бірақ жақында алаяқтар танымал компаниялардың фирмалық стилінде қайталауды үйренді. Сондықтан мұқият болу керек. Тіпті бәрі жақсы көрінсе де, бірінші кезекте сайтқа өту кезінде нені тексеру керек? Мекен-жайы, банктердің, мемлекеттік органдарының, сүйікті интернет дүкендерінің және басқа да онлайн сервистерінің мекен-жайларын бет белгілерде сақтаған дұрыс.
әрқашан шолғыштың мекен-жай жолағын тексеріңіз. Кейде сіз фишингтік сайтқа сіз білетін порталдың бір бетінен екіншісіне ауысқан кезде де кіре аласыз. Егер сіз жеке ақпаратта немесе карта деректерін енгіңіз келсе, сайт арқылы сатып алғыңыз келсе, онда оның мекен-жай алдында HTTPS және жабық құлып берушісі болуы керек. S әрпі және жабық құлып қосылыстың қауіпсіз екенін білдіреді. Сайтқа деректерді енгізген кезде олар автоматты түрде шифрланады және де оларды ұстай алмайды. Бірақ егер алаяқтардың амбициясы үлкен болса, олар белгілі ұйымның интернет ресурсының мүмкіндігінше дәл қайталайтын сайт құруға қаражат сала алады. Немесе өз жобасының әдем және сапалы сайтын жасайды. Ол үшін тек қана дизайнды назар қалдырмаңыз. Енді тәсілдер өте көп, әдістер өте көп. Алаяқтар енді олар ұйықтамайды, олар технологиялар дамыған сайын өздері дамып, неше түрліні ойлап табады, мысалы жаңағы интернеттегі мысалы ұтып алдың деген сияқты. Енді өзімізді қалай қорғау керекпіз? Ең біріншіден өзіміздің қаржымызға сақ болу керекпіз. Ол үшін жаңағы карточкамыздың деректелерін бір жерде қалдырмау керек. Таныс емес сайттарда төлем жасамау керек. Егер бейтаныс адамдар звондап қандай да бір сізге байланысты сұрақ қойып жататын болса, сіздің карточкаңызға байланысты сұрақ қойып жататын болса, онымен әңгімені ары жалғастырмау керек. Мысалға, тағы да карточкаларыңызды міндетті түрде әрдайым өзіңізбен ұстап жүру керексіз. Себебі оны бір жерде қалдырып кетсеңіз, ол басқа да бір алаяқтарды айтпағанда қасыңызда жүрген таныстарыңыз мүмкін сіздің шотыңызда ақша бар екен біліп, мен оны төлеген білмеді дегенде қылып алып интернетте мысалы бірдеңке төлесе, ол да алаяқтыққа саналады мысалы. Сол себептен әрдайым карточка өзімізде болу керек, деректелерін ешкімге бермеу керекпіз. Төлеп жатқан сайттарымызды дұрыстап тексеріп қарау керекпіз. Содан кейін фишингқа ұрынбау үшін оның бір тексерілу заты сайттың өзінің адресі жазылады ғой, URL. Сол жерде сертификаттың знагы тұру керек. Замочек. Яғни кілттің таңбасы тұру керек. Сол егер тұратын болса, яғни бұл сайт қандай да бір сертификаттан өткен, яғни бұның қорғанысы бар деп айтуға болады. Егер ондай жоқ болатын болса, онда оған төлемеген дұрыс. Түсінікті. Қорғалған болу үшін картаңыздың пин-кодын хабарламайсыз. Әңгімені үзіп тастау керек. Екіншіден, алғашқы қоңырау шалған адамға деректеріңізді ашып салуға асықпаңыз. Оларды банкте бұрыннан біледі. Ең бастысы үрейге жол бермеңіз. Сіздің картаңызбен күрделі мәселе болып тұр деген үрейлі өтінішке ең жақсы жауап банкке қоңырау шалып, немесе кейін банкке барып біліп алармын деп жауап беру керек. Сенсеңіз болады, қоңырау шалушы бірден ажыратылады. Бұл өте кең таралған амал. Карта ұстаушысын қорқыту. Әрқашан саңалы болыңыз. Ақшаңызды мұқият қадағалаңыз. Деректерді ешкімге бермеңіз. Сонда алаяқтарға бару қаупі әлде қайда төмен болады. Бұл тақырыпты терең зерттегенім жақсы болды. Өздеріңіз білесіздер ғой, мен өте сенгіш адаммын. Алаяққа да сеніп қалуы мүмкін. Ал менің картамды қолына түсірген дұрыс емес адамның не істеуі мүмкін? Бұл да өте маңызды. Мен тіпті банкке звондап, өзімнің картамды бұғаттап тастадым. Ертең жаңасын алатын боламын. Болашақта өз құжаттарыма мұқият болып, және алаяқты кездестірсем, не істеу керек екенін білемін. Социалдық инженерия дегеніміз не? Социалдық инженерия дегеніміз адамның сеніміне кіріп, оған істегісі келмеген затты істеткізіп. Неден біз сақтануымыз керек? Алаяқтар өздерін қалай жасырады? Белгілі бір психологиялық қысымды жасайды ғой, әрине. Онда қалай ол адам неге оған сеніп қалады? Алаяқтар қолданатын әлеуметтік инженерияның заманауи әдістері тіпті тәжірибелі және қаржылық сауатты адамды да шатастыруы мүмкін. Мүмкін алданбаған шығар, бірақ кездесіп көргені айдан анық.